Қайырлы күн достар, Айқап подкастының кезекті шығарылымы. Бүгін бізде қонақта коммуникация маманы Әлішер Елікбаев мырза. Қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Және біздің тұрақты досымыз Жанасыл Болатбек. Бүгін біз Әлішер Елікбаевпен пиар, медиа, маркетинг және блогерлер туралы әңгіме айтатын боламыз. Бірінші сұрақ, Әлішер мырза, Әлішер Елікбаев деген кім? Блогер емеспін деп айтасыз? Блогер емеспін деп айтамын. Енді менің мамандығым журналист, сіздікі секілді. Мен 1997 жылы сол Казгуға кіріп, 2001 жылы бітіріп, 10 жылдай журналистикада жұмыс жасадым. 31-ші арнада? 31-ші арнада, Экспресс-К газетте, КТК-да, сосын бірнеше журналда басқардым. Сондықтан мен өзімді журналист деп айтқан бәріне. Сосын 2002 жылы пиар мамандығына магистратураға түстім. Соны бітіріп, енді мен пиарщик деп айтамын. Блогерлық менде оқыған жоқпын. Өзім бастағам, Facebook бастаған кезінде жазып ақырындап аудиторияны жинап, сол жақта бастағам, бірақ мен блогер деп айта алмаймын өзі туралы. Ол заманға сай белсенділік бастады. Енді блогер деген сен білмейсің ғой, ол адам кім? Блогер повар бола алады, блогер журналист бола алады, блогер психолог бола алады. Ол бәрі бір қандай мамандық болса, сен жаза алсаң, эфирге шыға алсаң, өз мамандық туралы, өз туралы айта алсаң, сен блогер боласың. Сондықтан енді менің мамандығым бар ғой енді. Сондықтан мен ол мамандықты өте құрметтеймін. Маған ұнайды, мен журналист екен, мен пиарщик екен, мен коммуникационный менеджер екен. Сондықтан солай айтамын, мен блогер емеспін, мен коммуникационный менеджермін деп. Енді блогерлік, енді қазір барлығы, біз мысалға мен МСБ-мін, шағын және орта кәсіппен айналысатын кәсіпкермін, осы жидектің. Мына нәрсені сұрағым келеді. Біз 2020 жылы осы кәсіпті ашқан кезде бірден анықтадық біздің аудитория кім болады. Біз қай блогерлермен жұмыс істейміз. Осындай бір картинка жасадық. Сол картинка бойынша жұмыс істедік. Мынау біздің аудитория, оған жету үшін бізге мынау блогерлермен жұмыс істеу керек дейді. 2020-23 жылдар аралығында блогерлермен жұмыс өте жақсы табысты болды біз үшін, кәсіпкерлер үшін. Себебі блогерлерден келген жарнама бірден саудаға алып келетін, продажаға алып келетін. Қазір біз байқаймыз, продажаға бірден алып келмейді. Оның себебі әлі түсініксіз. Қазір бізде мынау микро и макро бизнесте осындай бір түсініксіз жайт болып жатыр. Мысалға осы кейс ретінде айтайын. 2021 жылдары сіздерден жарнама алған кезде біз сізден жарнама алған болатынбыз. Нами Кулумбетовадан, Лонмалиден жарнама алған болатынбыз. Мысалға жарнама аласың, бүгін жарнама шығады. 2-3 күн бойы, мысалға средний чек 20-30 мың теңге болатын болса, бірден 2-3 күн бойы активный продажа жүреді. 400 мыңға, 500 мыңға, 600 мыңға продажа жүреді. Одан кейін ақырын азаяды. Одан кейін 1,5 айдан кейін қайтадан оралып жатады сол клиенттер. Қазір біз жарнама береміз, бірақ подпискада аз келеді. Және сол күндегі 2-3 күндегі продажада ондай қатты әсер бермейді. Бұның қазіргі бір себебін білесіз ба соны? Енді уақыт өзгеріп жатыр, блогерлар көбейіп жатыр. Жарнама көбейіп жатыр. Сіз ең басында келдіңіз, бірақ былай қарағанда ең бірінші жарнама маған 2008 жылы келген. Nokia деген компания болған. Сол Nokia телефон әкелген маған, енді біз туралы жазып берсеңіз жақсы болушы еді десең, енді сен бәрібір де сол телефон сатып аласың ғой. Сондықтан саған тегін телефон бергенде, мәссаған маған телефон берді, қандай керемет. Онда ешкім интернетқа жарнамаға ақша жібермеген. Бәрі ақша теледидарда болған, радиода болған, газеттерде болған. Сондықтан енді маған әкелгенде мен сондай қуанышты болдым. Соны қайда жаздыңыз? Менде автор KZ деген платформа болған, блогерлық платформа. WordPress-те ма? Кірген секілді ғой, жеке площадка. Жеке площадка, онда тек қана мен берген рұқсат адамдар ғана жазады. Фейсбуктың алдында сондай болды. Vision, еще бізде болды. Vision кешірек болды. Олар кешірек болды. Сосын соны сол уақытта Nokia ең бірінші компания болған, блогерлермен жұмыс бастаған. Сосын ақырын көбейіп бара жатқанда, бірақ бәрібір де 20 блогерға
10 компания болатын, жарнама беретін ақырындап. Сосын ол модаға келді, бәрі келді, енді интернетқа, теледидарға азайды наоборот. Радиоға азайды реклама. Сосын жарнама газеттерден кетіп қалды. Газеттер ақырын өле бастады сондықтан. Енді қазір қарасан, сол ақшаға жабылатын блогерлар мыңнан асты ғой енді. Сондықтан сен білмейсің кімге сену керексің. Сосын алдаған блогерлар да көбейіп кетті, компаниялар да көбейіп кетті, пирамидалар көбейіп кетті. Сондықтан кісілер былай ғана сенбей бастады. И сондықтан қазірше бір күнде өзі блогерға жіберген ақшаны қайтару ол өте қиын. Сондықтан мен айтам, мен ең басынан бастағанда компаниялармен айтам, 1 жыл жұмыс жасайықшы. 1 жыл. Сізге де арзандау болады, мен де көп уақыт сізге бөле аламын. Нәтиже көрінеді. Қазір міне 1 желтоқсаннан бастап мен қайтадан бағасын көтердім. Жарнамаға, Қазір бір сторисім 1.200.000 теңге тұрады, бір Reels 6 миллион тұрады, Енді компания сол 6 миллионды бір рет шыққаннан қайтара алмайды. Сол үшін ол үлкен бір сотовый оператор болу керек, банк болу керек, бір сервис болу керек, малый и средний бизнес қалай қазақша? Шағын және орта. Соларға қиындау болады. Бірақ сен 1 жылға сатып алсан, ол оншама көп болмайды, ол 3 шайы кіші болады. 3 есе аз болады. Аз болады, Бірақ менің аудиториям саған қарап отырады, сені жаттап алады 1 жылдың ішінде. Сондықтан менде бірнеше компания бар, осы 11 жыл менімен жұмыс жасап жатыр. 10 жыл менімен жұмыс жасап жатыр. Офтум, Samsonite, Офтум, I+ деген жерлер бәрі менімен жылы сайын жұмыс жасайды. Осы жерде айта кеткім келіп отыр, Әлішер мырза біз жарнама алған кезде бізге бүйтіп айтты, 2-3 аптадан кейін мен бонус ретінде тағы да бір өзімнің оқырмандарыма еске салып отырам деді. Сөйтіп айтқан болатынсыз. Сөйтіп 1 айдан кейін қайтадан өзі қайтадан жарнама жасады. Ол уже тегін. Сосын мына нәрсені айтқым келіп отыр. Мысалға, біз шағын және орта бизнес, клиенттер үшін, клиенттің қайтып келу үшін барлығын жасаймыз, мысалға, ол продукция сапалы болу керек, ол таза болу керек, оның бағасы да қолжетімді болу керек деген сияқты өзінің бір кезеңдері бар. Ал блогер кәсіпкердің қайтып келу үшін осылай еңбектенеді ме? Енді сіздікі түсінікті. Бірақ осы біздің Қазақстандағы блогерлер туралы айтатын болсақ. Енді блогерлер ерекше ғой. Енді блогерлердің клиенті ол кәсіпкерлер ғой. Бірақ біреуді қарасан, олар жылы бойын бір компаниямен жұмыс жасайды, соны көрсетеді. Мысалы, Сакен Қағаров бір көлікпен жұмыс жасайды, Киямен жұмыс жасайды. Оны көріп тұрасың, ол жылы бойы сол көлікпен жүреді. Әділет Рахметолла солармен жұмыс жасайды. Біз басқалармен, Қанат Бисекеев басқа автокөлікпен жұмыс жасайды. Соларды қарап отырасың, олар енді сенеді, оларға сенеді, олар жылы бойын жұмыс жасайды. Бірақ көбінесе блогерға бәрібір. Ол сен ақша келмесең, басқа біреу ақша келеді. Ол контентпен жұмыс жасаса, өзі контенті жақсы болса, оған бәрібір очередь тұрады рекламодательден. Кішкентай блогерлар, микроблогерлар, макроблогерлар, оларды қарағанда, олар айтады, бізге бір компания келсе, оларды жібергіміз келмейді. Солармен жұмыс жасағымыз келеді. Оларды жіберіп алса, келесі бола ма, болмай ма, сен білмейсің ғой енді. Микроблогерлармен сондықтан біздің компания жақсы көреді жұмыс жасауға. Олардың істегені
көбірек болады былай қарағанда. Түсінгенім, бизнесмендерге де, блогерлерге де, как амбассадор ретінде тұрақты жұмыс жасаған тиімді болды ғой қазір. Бір реттік емес, кәдімгі тұрақты түрде. Сосын бізде осы жақында бір кейс болды. Астанаға келдік, блогерлердің тізімін жасадық. Астанада кімнің сөзі жүреді, кімді тыңдайды, кімді әйелдер қауымы тыңдайды. Енді бұл дастархан қоятын зат болғаннан кейін біз кішкене соған кішкене қараймыз да сондай адамдарға. Сосын бір блогер, енді атын айтпай ақ қояйын, кейін ренжіп қалар. Бірақ біз де ренжідік оған. Енді жұмыс істемейміз деп шештік. Бізге ең басында сторилерінің қаралым санын көрсетті, статистикасын. Мені 15 мың адам қарайды, 20 мың адам қарайды деп скриндерін көрсетті. Сосын жақсы келістік, ақшасын төледік, продукцияны апарып бердік, жарнама болды. Бірақ жарнамадан онда бір қатты реакция болған жоқ. Продажаға байланысты айтып жатқан жоқпын, кликтардың өзіне байланысты. Бірден продажаны айтпай қойғанның өзінде. Сосын біз бір күннен кейін айттық, бізге осы біздің сторилерді, 5 стори салды, біздің сторилерді көрген адамдардың скрин санын көрсетесіз ба деп едік. Это уже конфиденциально дейді. Вначале было не конфиденциально, общий просмотр, потом ол автоматически конфиденциально болып кетті да. Біз түсінген жоқпыз, біз енді біріншісінде сіз көрсеттіңіз ғой, 15 мың адам қарайды сізді деп. Енді сторилерді біз мүмкін 6 мың адам қарайтын шығар. Бізге бәрібір просто цифр керек, чтобы біз дальше сізбен жұмыс істейміз ба, жұмыс істемейміз бе деген үшін. Оны көрсеткен жоқ та. Сол жағы қаншалықты бір этика тұрғысынан дұрыс деп ойлайсыз? Енді ол дұрыс емес деп ойлаймын ең басынан. Бірақ мен сенемін неге ол болып қалды солай деп. Қызық маған. Ең басынан енді біз жібергенде ең көп просмотрды жіберіп отырамыз ғой енді. Біз өзімізге не емес, враг емеспіз ғой. Соны жібереміз ғой ең басынан. Сосын сендер жарнамалағанда ол күнде бірдеме болып қалса, бірдеме нетсе, 10 сайын аз. Оны сен аз мүмкін. Сондықтан ол сіздерге ұялып көрсете алмай қалды ғой деп ойладым. Менде олай болады, бірақ мен кешірім сұраймын. Мен айтам, тағы да бір рет тегін жіберейін, сіз кішкене уақыт тоса тұрыңыз. Бірдеме ол күнде бірдеме далада болып қалса, бір трагедия, уақытқа байланысты, ол азайтып қалады. Енді сен күнәң жоқ қой енді. Сондықтан енді этикалықтан қарағанда ол дұрыс емес енді. Бірақ ол ешкім оған айтқан жоқ, міне заң, сен маған көрсету керексің оны бәрін. Ол жағда дұрыс. Ол жағда дұрыс, ол өзі біледі. Түсінікті. Енді ары қарай тақырыпты дамытатын болсақ, осы жарнама берушілерге байланысты. Бізде енді бұл бір андай қалай айтса болады, бір қайтадан бір жылап жатқан бір сияқты болып қалуы мүмкін, бірақ қазақша жобаларға, қазақ тілді жобаларға, бізде ірі жобалар болсын, мысалға жайдарман болсын, жайдарманның болсын, демеуші тарту, сондай қиын болады. Білмеймін неліктен. Аудитория 70-80% бізде жылда айтады, мысалға Министерство образования айтады, 70% бала биыл қазақ тіліндегі мектепке барды дейді, бірақ шыққан кезде ол аудитория жетпей жатады да, мысалға, общий, мысалға, қаржылық тұрғыдан ол аудитория жоқ болып кетіп жатыр. Осының бір себебін сұрайын деп едім. Жоқ, ол себебі қазір өзгеріп бара жатыр. Ең басында біз сөйлескенде, біз қазақша жарнама жасайық, бірдеме жасайық дегенде айтатын, ол аудиторияда ақша жоқ. Сондықтан қазір біз орыс тілі аудиторияға жұмыс жасайық деп. Енді қазірше уақыт өзгеріп бара жатыр ғой. Былай қарасаңыз, қазақ тілі сөйлескен кәсіпкерлер көп. Қазақ тілде сатып алатын адамдар көп. Былай қарағанда орыс сөйлейтін адамдар қазір ешкімге сенбейді. Қазақша аудиторияға шыққанда олар саған сеніп, сен оларға ұнасаң барып сатып алады жарнамалаған нәрсені. Сондықтан уақыт келіп бар жатыр, міне қазір. Сондықтан былай қарағанда қазақша сөйлейтін мода болмаса, орыс тілі сөйлескен қазақтар, блогерлар оқу бастамаушы еді қазақ тілінде. Енді былай қарасаңыз, мен қазақ тілін үйреніп жатырмын, сұхбатқа келіп жатырмын, бағдарламаларға барып жатырмын. Динара Саджан, тек қана орысша сөйлеген адам, ақырын барып жатыр. Сосын Бейбіт Әлибеков оқу бастады. Бәрі ақырын қосып жатыр қазақ тілін. Ол жай емес қой енді. Олар көріп бар жатыр, қалай аудитория көбейіп бар жатыр. Қазір менде
бір жұмадан бір аптадан кейін байға басталады бір қазақ тілді блогермен ын Нұрдәулет деген жігітпен. Иә, енді менде 200 ННН, иә, ода менде 200 мың адам, ода 5 миллион адам, иә, қарағанда енді. Бәрібір де жарысамыз ғой енді. Көреміз енді қалай болады екен. Бірақ оның аудиториясы оны тұтындайды. Менің аудиториям кейбір кезде сенеді, кейбір кезде маған сенбейді. Сондықтан ол ерекшелік, ол солай болады. И реклама берген адам оны бәрін сезейді ақырында. Ол мына себептен емес па? ННН-нің аудиториясы менен ННН-нің аудиториясы емес па? Иә, жастар ғой. Ал сіздің аудиторияңыз ақыл тоқтатқан. Олар әртүрлі жаңалықтарды оқиды, әртүрлі елде өмір сүруі мүмкін, иә. Сондықтан олар фильтровать ете алады. Мысалға, былай алғанда Әлішер Елікбаев мысалға саясатқа кетіп бартқан сияқты деген сияқты өзі бір сіздің берген контентіңіз арқылы өзі ой жасай алады. Ал ННН-нің аудиториясы ННН-нің сөзін соңғы сөз деп ойлайды и сөйтіп қабылдайтын сияқты деп ойлаймын. Енді дұрыс, сол чипсы жасайтын компанияға кім керек? Ойлатын адам керек па? Или бәрі магазинге кіріп ана чипсыны сатып алып жүре беруге аудитория керек па? Енді сондықтан ол көріп отыр ғой енді. Маған кірмейді ешқашан чипсы жасайтын адамдар, ол компания, семішке жасайтын адамдар, стиральный порошок жасайтын адамдар, зубная паста жасайтын адамдар, арзан пасталар жасайтын адамдар, компаниялар, олар маған келмейді. Олар ең басынан біледі. Енді ода кішкентай ғана аудиториясы бар, бірақ ол аудитория оған сенеді. Сондықтан маған қымбат Samsonite, Ritz Carlton, Астана, үлкен чек үлкен компаниялар келіп тұрады маған. И сондықтан сен білмейсің қай жақ жақсы. Былай аудиторияны көбейіп ана чипсыны реклама жасайсың, жарнама жасайсың ба, бірақ или кішкентай, бірақ сенімді аудиторияны ұстап отырасың ба деп. Қазір сіздің сұрағыңыз бар ма осыған? Мына нәрсені сұрайын дегем. Қазір енді бағана біз подкасттың басында да осы нәрсені айттық. Қазір барлығы блогты бастап кетті ғой. Біреуі психолог ретінде, әртүрлі эксперт ретінде. Сіздер енді кезінде ерте қалыптасқан блогерлер. Бұл блогерлер деген кезде әлеуметтік желі қолданушыларсыздар, Қазір өте көп. Қазір егер мысалы Әлішер Елікбаев дәл осы 2024 жылы блог бастайтын болса, немесе бастайтын бет, немесе мүлдем бастамайтын бет? Бастаушы едім енді. Мен бастаған әлде кеш па, ерте ма деген сұрақ қой бұл жерде. Кеш емес. Площадкалар жаңа көбейіп бара жатыр. TikTokқа өте жас площадка. Подачалары қазір қызықтау болып жатыр. Біз болғанда интернеттің скорость жылдамдығы өте аз болған, төмен болған. Енді біз ана Твиттерда 140 әріп оқу үшін сен былай жылдамдығы жетпейді. Сондықтан сен отырып видеоны салмайсың, ешкім көрмейді ол видеоны, ол көре алмайды, жылдамдығы жетпейді интернеттен. Біз бастаған уақыт. Сондықтан біз жаза бастадық. Отырып текст өте көп жылдамдығы алмайды. Оған бәрі. Маған қызығы, сіздер ерте бастаған кезде не түрткі болды? Бір болашақта сәл болжау бірдеген болады ғой сәл? Футурология. Жоқ, ондай болған жоқ. Енді мен неге келдім? Мен радиода жұмыс жасағам. Мен теледидарда жұмыс жасағам. Мен газетте жазатымын, өзім атыммен бірге. Енді мен жұмысқа кірдім, басқа жұмыс. И анау наркотик секілді ғой енді. Эмоция шығаратын алаң болды ғой. Сен бір жерге жазғың келеді. Сондықтан теледидарда жоқпын, радиода жоқпын, енді не істеймін? Мен Фейсбукқа ақырын бастадым жазуға. Сондықтан келе бастады аудитория, келе бастады оқырман. Сондықтан мен жаза бастадым. И мен интернеттен соншама ақша табам деген мақсат болған жоқ. Маған аудитория керек болды. Өзім айтқым келді. Мені естісін деп, саясат туралы, саяхат туралы, мен туралы білсін деп. Сосын 2009-2010 жылы мен
тренинг оқу бастадым. Мені акимдар, мен бәрі акимдер сол Коммуникация уақыттағы, жоқ, Facebook туралы, Instagram туралы, интернет туралы. Басында бәріміз соны оқыдық, әлеуметтік желі туралы. Facebook'та профиль ашуды ма? Қалай ашасың деп, енді Қалай ол қолдану керек? сұрақ болды. Ол кезде сұрақ болды. Сені біреу хейтқа шығарса не істейсің деп. Соның бәрін этика туралы мен өте көп депутаттарға, әкімдерге, министрларға, банктың бастығына бәріне тренинг оқып шықтым ғой. Сол уақытта енді ешкім осы соншама интернетте болған жоқ. Олар таңертең тұрады, киоскқа барады, газет сатып алады. Қазір ондай жоқ қой енді. Қазір бәрі көзін ашады да, телефонды алады, тиктокты ашады, инстаграмды ашады, соны көріп жатыр. Енді қазір бастасам, мен басқалап бастаушы едім, бірақ білмеймін қалай. Міне мен тиктокта аккаунт аштым, не залетает. Енді білмеймін не істеу керек екен. Инстаграмда уже мен қажайын секілді жүремін ғой. Бәрін білемін. Амында немене жасау керекін білмеймін. Бәрін инстаграмда жасаған нәрсені ана жаққа апарсам, ешкім көрмейді. Өтпейді. Өтпей жағы жаққа. Ал мына нәрсені айтқым келіп отыр. Ол өткенде мен стори салған болатынмын, Өркен ағаны сізді белгілеп, былай жаздым да, қазір маған текстовый блогерлер жетіспейтін сияқты. Сіз де видеоға өтіп бара жатсыз, Өркен аға мүлдем видеоға кетіп қалды. Бұрын мен мысалға, мен жазуды, стилімді, өзімнің жазу стилімді Өркен ағаға қарап қалыптастырдым. Оны Өркен аға өзі де біледі, Өркен ағамен пікір алмасатынбыз, қызық болатын, мысалға мені өзім стилім сондай бір қызықтау қылдырып келтіргім келді. Обычный текст емес. Сіздің де стильдеріңіз, текстовый стильдеріңіз бұрын сондай болды. Мысалы, мен орыс тілінде сізді оқитынмын, Алибеков те ол кезде текстовый жазатын көбіне, ең басында, кейінірек текстовый азайып, мүлдем, мысалы, Алибековте мүлдем жоқ болып кетті, Өркен ағада аз болып кетті. Өркен ағада арасында салынады, бірақ бәрібір көп емес бұрынғыдағыдай. Осы текстовый, енді газет өлді ғой бізде. Осы текстовый блогта өледі деген сөз ба? Енді ол немен байланысты. Біздің кінә емес, Өркеннің кінәсі емес, Алибековтың кінәсі емес. Ол алгоритм деген нәрсе бар. Сен тексті жазасын, ешкімге керек емес. Оны Инстаграм түсіріп тастайды. Ешкімге көрсетпейді оны. Сен тексті жазасын, жақсы тексті жазасын. Ол сен оған уақыт бөлесін. 2 күнде жазып бересін. Ешкімге көрсетпейді Инстаграм оны. Ол алдында кішкентай рилстарды жіберіп отырады. Аудитория осы жылы қарасан, Оксфордский словарь таңдаған сөзді білесіз ғой, қазақша қалай болады екен білмеймін. Ол орысша гниение мозга дейді. Мидың шіруі ма? Мидың шіруі. Ол бізді балаларды қарасан, олар бір киноны да қара алмайды ғой. Басынан аяқ кино. Басынан аяғына дейін қысқа эмоцияларға үйреніп жатыр қазір. Кетіп қалады. Өзімнің баламға қараймын ғой, олар да отыра алмайды. Менің баламмен осы аптада отырғанбыз, ең басында YouTube'та бір 20 минуттық бағдарламаны қосады, 2 минутты қарайды, келесіге кетеді. Мен айтам, енді сен қарап алсайшы енді, немене туралы, неменемен бітті бәрі. Соны ол қойтады, қызық емес, өте ұзын екен. Деп, енді сол туралы айтып жатыр ғой бәрі айтқаны. Себебі қазіргі жас адамдар отыра алмайды көбінесе. Оларға бізге секілді 3,5 сағат, 6 сағат кино түсірмейді қазір. Ешкім, қазір... Сериалдардың өзі қысқарып кеткен ғой, 25 минут. Шорт сериал шығып жатыр қазір. 1,5 сағат шықса, уже жақсы. 1,5 сағат кинода жас адам отыра алса, телефонды алып, нетпесе, ол уже жақсы. Демек ол фильм күшті деген сөз. Енді тиктокқа осының бәрін үйретіп жатқан. Тиктоктың мақсаты адамды тез эмоциямен тұрақты ұстап отыр. Осы жерде андай болжамдар бар, зерттеулер. Болашақта жаңағы жас балдар аналитикалық ойлай алмайды дейді. Олар просто информацияны қабылдайды, жібереді, и все. И тексті олар оқымайды. И біз оны жазса, оны ешкімге көрсетпесе, біз неменеге жазамыз оны? Бір жағынан шүкірі, GPT бар, аналитика жасап береді. Қолданған адамға. Енді менің қызым айтады, маған телефонға чат GPT қойып берші. Мен айтам, қоймаймын.
неге қоямыз? Ол айтады, бізде бәрі де бар. Мектепте, класс шыныларда. Я, мен айтам, сен бәрін соған жазасың ғой. Сосын соның бәрін нетін математикадан көмектеседі ол саған, бәр жағынан. Соған үйреніп қалады. Үйреніп қаласыңдар. Кезінде бізге калькуляторды солай қарады ғой. Иә. Пайдаланба, өзің ойланбайсың деп, бермейтін, қолданбайтын. Дұрыс, енді Калькулятор қазір қолдану да қиын ғой қазір. жоқ, енді бәрібір де қазір себепті шығара алмайсың ғой өзің. Калькуляторды алып шығасың ғой. Дұрыс, біз столбикпен отырып бәрін өзіміз санадық қой. Сол да көмектеседі. Енді біз последствиясын білмейміз ғой. Не болады екен білмейміз ғой. Иә, өте дұрыс, келісемін. Бағана фильмдер жайлы айттыңыз ғой, 1,5 сағат бір адамды фильмде ұстап отыру қазір өте қиын деп, иә. Мына нәрсені ойға қоса кеткім келіп отыр, қазір өйткені осы жаңалықтарда, жалпы осы әлеуметтік желіде кең талқыға түсіп жатыр. Оян қазақ сериалы. Өзіңіз көріп пе едіңіз Оян қазақ? Сериалды көрген жоқпын, киноны көрдім. Киноны көрдіңіз, иә. Айсұлтан Сейітовтің пікірі. Бұл фильм, бұл сериал агрессияға, гневке толы деген. Жалпы фильм көргенінде сізде сондай ой болды ма? Ондай ой болған жоқ. Айта алмадым оны. Агрессиясы, может, сериалды қарасаң көресің оны, былай бірақ қарағанда оны болған жоқ. Бізде енді бастығымыз бар. Сол бастық кинотеатрға бәрі коллективті әкеліп, сол киноны көрсеткен. Нұрлан Смағұлов, иә. Соны қарап, менде ондай ой болған жоқ. Ал енді мынаған келсекші, осы бағанағы сіздің блогыңызға байланысты тақырыпты жабатын болсақ, байқаймыз сіздің сториіңізді қарап отырған кезде, рилстеріңізді қарап отырған кезде бір үлкен бір команда емес, тек өзіңіз жұмыс істейтін сияқтысыз. Дәл солай ғой, иә? Бізде просто қазір блогерлер деген кезде бір 2 мобилограф, бір контент продюсермен жүреді ғой. Енді сіз маған инстаграмға жаздыңыз, сіз сеніңіз ғой. Осы жерде сұрай салайыншы, кеше мен жайдарман туралы сізбен сөйлескен кезде маған Әлші Елікбаев көмекшісі деген номер келді. Мен солай жазып отырдым. Кейін барып қарасам, мен сізбен тікелей сөйлескен секілдімін. Жоқ, көмекші болды ма? Көмекші болды. Есен мырза маған жазды. Мен айттым, мен қазір Камбоджадамын, бірақ мен келем, ол уақытта мен Алматыда боламын. Кіммен менің көмекшім сөйлеседі, қайда бару керекпіз, нешеде болу керекпіз. Біз еще көрсеңіз, ең бірінші келіп отырып алдық қой. Мен ешқай жерге қалмаймын. Мен кешікпеймін. Мен мында да қарасаңыз минута келдім ғой. Мен содан осы келгенде бәрін күтіп отырамын мен. Оған риза болдым. Бізде сол ойында 1 сағат қалғанда атымен жасаған кісілер болды, жюрилер болды. Жюрилердің кешігіп келуі біз үшін былай қалыпты, нормально. Келмей қалуы дейсіз ғой, проблема. Кеше Алмасқа айтып жатырмын, ол кісі ертеге болады, ерте барып отырып алу керек деймін да. Ол негізі өте жақсы деді. Мен де жолға шығатын кезде отырамын. Былай қарағанда сіз инстаграмға маған жазсаңыз, мен өзім бәріне жауап беремін. Мен бір күнде 2000 адамға жауап беремін. 1 минуттан есептегеннің өзінде уже 2000. Минутты жазбайды ғой, сен оқисың, лайк қоясың, ары қарай жүресің. Сұрақ болмаса, енді лайктан басқа немене жібересің. Ответ бар, берсе, кері байланыс бар. Көрдім мен, рахмет сізге деп кете беремін. Алибеков де сондай. Алибеков өзі жауап бермейді. Өзі жауап бермейді? Бейбітте уақыт оған менен қарағанда 10 есе көп па? Есе көп жазады ғой. 1 миллионнан астам. Ең басында ол бойдақ қой. Сондықтан әйелдер жазады. Әлібеков айтылды ғой, мен айта кетейінші. Жайдарманға біз 1-2 жыл бұрын Әлібековті алып келгенбіз жюри ретінде. Үлкен ойын болып жатыр. Сахнаға звездалар ғой шығып жатқан. Ол кезде кешегілерден жоғарғы звездалар шықты, үлкендер шықты. Ойыннан кейін банкетте жаңағы звезданың біреуі келіп айтады, анау кім дейді, не үшін жюриде отыр дейді. Ал ойын басталар кезде Әлібеков айтады, мыналар кімдер дейді, танымайды. Екі орта бір-бірін танымайды кәдімгідей. Ол 2 жыл болды. Қазір уже шаблон бұзылып жатыр. Мысалы, сізде кеше онда ешқандай проблема болған жоқ. Жоқ, енді мен білмедім ғой ешкімді. Мен Алдияр қасымда отырды ғой, Ерген Қайратовнан. Жастардан болған жоқ. Оны біліп отырдым, Алдиярдан сұрап отырғаныңызды көріп отырдым. В принципе, негізі әдейі жақын отырғыздық. Мынау кім? Мынау не туралы болды? Түсмей кеттім мен. Ол енді бәрін біледі екен, бәрін айтып берді. Ол іште кухняда жүрген бала ғой. Өзі чемпион емес па, иә? 2015-тің чемпионы екен, оны білмедім мен. Енудың атынан, иә?
чемпион болды. осы казгюде ойнады. Енуда ойнады. Енудың атынан. Енді мынандай сол Жайдарманнан кейінгі сториіңізді көрдім. Сіз Жайдарманды жалпы таңғалғаныңызды айттыңыз, және пропаганда жоқ, саяси әзілдер де болды деген сияқты бір ой айттыңыз. Соған байланысты өзіңіз әсеріңізді айтып беріңіз. Статистиканың 80% Жайдарманды көрмегенбіз деді. Өте кәдімгі басқа дейді. Ол қашан басталды енді? Бір жылы ана Айсұлтан Назарбаевтың тойы болып жатқанда, Прайм Плазаның қасында Қайрат Нұртастың концерті болған. Шу болған. Шу болғанда алматинистердің ең бірінші сұрағы болған: Қайрат Нұртас деген кім? Сіз той болып жатқан? Жоқ, той болып жатқан кезде бір достық даңғылда той болып жатыр. Сол жақта астыңғы жағында Прайм Плазаның алдында, Ташкентский сайынада Қайрат Нұртастың концерті болып жатыр. И сонда бір нелер басталады, қалай еді? Төбелестер басталады. Артынан талпа игерілмей кетеді. Игере алмай қалды талпа. Алматыда тұратын адамдар көбінесе олар білмейді екен Қайрат Нұртас кім екен. Не үшін соншама адам сол неге концертқа барды? Ешкім білмейді ғой. И төбелес не үшін басталды? Не болып жатыр сол жаққа да? Сонда алматинистер ең біріншіден екі ерекше әлем бар екенін сезді. Сосын Қайратқа айтты: сен Алматыда концерт бермейсің. Сенде Алматыда концерт болмайды. Біз білмейміз сен кім екенсің деп. Мен онда Vox Populида жұмыс жасап жатырмын, и мен айтам: ана Қайрат Нұртас туралы біліп алу керек. Ол жай емес қой енді. Неспроста. Соншама адам соны жақсы көреді екен. Сосын біз мамасымен сөйлестік, кездестік. Оған да кездесу керек болды. Ол Алматыда концерт бергісі келді. Оған акимат айтты. Запрет қойған кім? Есимов. Аким қойды. Мен айтам, енді мен саған, сен маған ең бірінші орысша интервью бер. Ол айтады: мен тек қана қазақша айтам, өздерін аударасыңдар. Жарайды дедім да, бардым, сөйлесіп алдық, сосын сұхбат шықты. Сосын ол сұхбатты Есимовқа берді. Есимов ол сұхбатты оқып айтты: келсін Қайрат деп, біз сол концерттерін өткіземіз. Енді болды, жарайды. Закрытый помещениеде өткізген шығар. Кімдер? Қайрат Нұртастың. Жоқ, уже басталды. Маған қызық болып тұр, әкім не үшін запрет қойды? Енді Алматыда ұйымдастырудың проблемасы, ол Қайрат Нұртастың проблемасы емес па? Жоқ, бұл жерде Алматы енді өте бір турбулентный қала ғой. Ол жерде неше түрлі бір саяси ойындар болып кетуі. Жоқ, енді ана той болмаса бәрібір болушы еді ғой бәрі. Тойға қатысы. Тойға қатысы енді. Ол мүмкін эмоционалды шешім болған шығар. Солай болды. Енді мен айтам, бізді оқиды ол адамдар. Қазір орыс тілінде бізге бір сұхбат бер деп алдық. Сонда мен ең бірінші Қайрат Нұртаспен таныстым. Сосын бірнеше рет ол маған көмекке келді. Өте жақсы жігіт. Сонда енді орысша сөйлейтін қазақтар басқа әлем бар екенін сезді. Енді мен келген Жайдарман 25 жыл болып жатыр. Ода өздерінің суперстардары бар, өздерінің әзілдері бар, өздерінің нутряктары бар. Мен оны бәрін білмеймін. Енді мен келгенде қарағанда бір адам шығып бар жатыр сахнада, и арттағы адамдар өліп, бақырып, шыңғырып. Сол түсінбейсің ғой, Майкл Джексон шыққан. И сен оны, мен ол әлемді ақырындап өзіме ашып жатырмын. Қызық маған, енді уақытша болып. Бірақ Қазақстанда ондай бар. 99% анда отырған адамдар мен кім екенін білмейді. Это нормально. Залдағылар, олар білмейді мен кім екенін. Мен басқа жерге келсем, менде 40 минут, 2 сағат фотоға түсем, адамдармен. Ол мені білетін адамдар. Мұнда мен келдім да, шықтым да, ешкімге қасыма келген жоқ. Ол екі әлем, бір халық, екі әлем. Ондай әлем үш әлемдей болады ғой. Ана Қостанайға мен
Toyota Camry 70-ті жарнамағанда Айналып шықтыңыз. айналып шықтым, бәрі Қазақстанда, иә. Енді Шымкентте өте көп кісі келді, иә. Ақтауда, Атырауда келіп жатыр. Өте көп адамдар келіп жатыр. Қостанайға келеміз. адам жоқ. Ешкім келмейді. Олар ресейлік пропаганда медиада тұрып жатыр. Иә, Өскеменге келеміз, ешкім келмейді. Енді білмейді бізді, енді кім біз оларға, иә, білмейді. Енді ол сенесің, осы әлем бар. Қазақ тілі, қазақтар орысша сөйлейтін әлем бар. Иә. Тек қана қазақша сөйлейтін адамдар бар. Оларда өзі білетін нелер, өзі білетін суперстарлар, өзі білетін жұлдыздар. Олар былай өмірде біз кездеспейді бір-бірін. Иә. Сондықтан енді онды ақырын бірге тарту керек. Енді мен неге Жайдарман туралы айта бастадым? Енді 25 жыл болып жатыр. Ешкімді білмейді. Бұл да Қайрат Нұртас сияқты линия ғой. Иә, ол линия ғой, бір болып жатыр ғой сол нәрсені деп. Маған ол өте қызық. Көбінесе олар айтады, ой, жоқ, ол басқа әлем, олар не деді. Енді бар кісілер ұнайтын қазақтарға оншама ұнамайды, бірақ орыс әлем оларды өте жақсы таңдап алады. Мираш Жүгінісов деген жігітті, иә, менің бәрі орыс жолдастарым жақсы көреді ғой, соның әндерін бәрін. Ғалымжан Молданазар, иә, оны бәрі тек қазақ тілінде айтады, қазақ тілінде айтады, бірақ мелодичность соншама жақсы. Орыс жолдастарым бәрі несіде, плейлистерде бәрдерінде бар. Бәріне мен Мархаба Сәбиді аштым. Мархаба Сәби енді вообще бөлек. Өзі жақсы көретін менің әншім, соның бәрін мен шетелге барғанда қазақтарға бәрдеріне сол әндер қосып. Қазақша кім тыңдайсыз? Енді қазір ең жақсы көретін әншім Орынхан деген жігіт. Өте жақсы көрем, концертіне де бардым, өзінде таныстып алдым. Сосын Садраддин өте ұнайды маған. Енді Мархаба Сәби, енді Мархаба Сәбиді тосам, күтемін әндерін, плейлистте алуға жүреді. Енді тақырыпты кішкене бағана шет-жағасын айтып қалдық. Сіздің ютубта бір влогыңыз бар, Ақордадан түсірген. Бірінші сонымен басталды? Жоқ, бірінші негізі бірақ ол түсірген, біз білдік ол шығады екенін, бірақ ол бірінші болған жоқ. Сіз бірақ оны айттыңыз, енді мен Берік Уәлимен бұрын қызметтес болған, коллегам болған, содан кейін мүмкіндік алдым деп, енді әркімге мүмкін емес қой Ақордаға кіру енді. Енді бәрі айтты ғой, неге сіз оны кіргіздіңіз, бізді неге кіргізбейсіз? Біз қанша уақыттан ешкім білмейді ғой, енді мен 3 ай хаттарды жазып, сөйлесіп, мен бірнеше адамды білдім ғой, сол Ақордада жұмыс жасайтын, Тоқаевпен жұмыс жасайтын адамдарды білемін енді. Бала кезімнен емес, енді жас. Сіздер қатарлы адамдар қазір билікке келіп отыр ғой? Енді ақырындап келіп жатыр ғой енді. Соларға хат жазып 3 айдың ішінде рұқсат алдым. Сосын спортивкамен келді деп мені бәрі шулатты ғой енді. Ол спортивка емес, енді мен икона стилі ғой. Неме болды, соны кидім де кеттім. Енді менде костюм жоқ. Енді Тоқаев болған жоқ орнында. Неменеге мен костюмді киіп бардым? Тоқаев демекші 2019 жылы мүмкін қателесуім мүмкін, бірақ мен сіздің сторилеріңізді үнемі қарап отыратын адамдардың, оқырмандардың бірімін. Сіз сайлау кезінде Қосановқа жақтастыңыз. Не себептен? Енді сама рокировка болғаны ұнамаған жоқ маған. Қалай елбасы Тоқаевқа Қазақстанды бере салды. И мен оларға айттым. Мына жақта біз бармыз ғой еще дейтін ба? Енді мен айттым. Көп айтты, Қосановты кіргізіп жіберді ана жаққа, ана байгаға. Сендер оған дауыс бермеңдер, ол засланный деп. Мен айттым, бәрібірде оған дауысты берсеңіз, аналар естиді. Қарсы тарап бар екенін олар сенеді. Себебі сондықтан соған барып дауысты берейік деп мен айттым. Енді былай қарағанда мен саясатпен жұмыс жасамаймын. Неше жыл болды, мені бәрі айтады, сен анамен жұмыс жасайсың, мынамен жұмыс жасайсың, мынау сенің жолдасың, анау сенің досың.
дегенде мен олармен жұмыс жасамаймын. Менде өзімнің пікірім бар. Қалай, менде мынандай сұрақ болады да, қалай Қазақстандағы коммуникация бойынша топ бірінші адам енді рейтингтер бойынша саясатпен жұмыс істемейді? Бұл бір миға сыймайтын сияқты да. Енді саясат менімен жұмыс жасағысы келіп тұрады ғой. Кейбір кезде олар келеді, сөйлеседі. Енді мен оларға айтам, маған тиіспесеңдер не болады? Мен өз бетіммен жүрмін ғой, сендерге тиіспеймін ғой особо мен. Мен өз бетіммен саяхаттанып, рахаттанып, өмірден ләззат алып жүрмін ғой. Мен сендерге немене керекпін? Сендерде бар ғой ана миллиондық нелерді 200 мыңға сатып аласыңдар, солармен жүре бересіңдер деп. Мен олардың өмірі маған қызық емес. Мен шыққан уақытым ол вопиющая несправедливость дейді ғой, соны көргенде тек қана сол кезінде мен шығып айтам. Өз пікірімді айтам. И то мен 18 жыл бір үлкен ірі компанияда жұмыс жасап жүрмін. И мен репутационный риск туралы. И олар маған тиіспейді ғой, ол компанияға тиіседі ғой. Олар соған тиісе бастайды. Мен осы жылы ақш-қа ұшып бара жатқанда, бір күн бұрын Тоқаев аэропортта шығады. Келесі күн мен ақш-қа ұшамын. Мен келем, жаңа аэропортқа кіріп бара жатырмын. Айтады, жұмыс жасамайды аэропорт. Мен қай жұмыс жасамайды, кеше ғана бәрі жаңалықтан көрсетті ғой, Тоқаев ашты деп. Алматының аэропорты ма? Жоқ, сіз ескі аэропортқа барып ұшасыз. Мен шықтым да былай. Мынау жаңа Қазақстан ба? Ол Назарбаев осылай ашатын ғой, сосын жабылады да тағы да 3 ай. Заводтарына кірпіштерді. Сосын тағы да 3 ай ремонт жасайды, сосын бірақ ашылады деп. Кеше ашты ғой, мен енді жаңа аэропортқа келдім ғой деп. И мен ақш-қа ұшып бара жатқан олар бәрі маған телефон соғыпты. Не үшін сен Тоқаевқа тиісесің деп. Бұл жерде Тоқаев емес, бұл жерде акиматтың. Енді бәрібір ғой, енді мен айттым ғой, сол кеше ғана Тоқаев ашты ғой осыны. Бізде Түркістанда андай нәрсе болған, Назарбаев келген кезде бізге газ келіп жатыр деп бір-екеуді көрсеткен. Кейін оказывается, газ болғаны әкеліп, соны қосқан екен да, кеткен екен, все, газ жоқ. Енді мен соны енді дұрыс емес деп ойладым, енді бірақ мен оны неге солай. Сіз бағана саясаттан алыспын дедіңіз ғой, бірақ сіздерде, сіздің каналда емес, ол Алибековтің каналында Digistан деген проект болды. Маған қатты қызық болды. Мен ол кезде студент болдым. Мен енді кішкене саясатқа қызығушылығым бар да, өте қызық болды. Талқылауларыңыз өте әдемі. Енді біздің еркіндікті көрдіңіз ғой, еркіндік болды. Бізде ешкім болған жоқ, ана Ақордадан, администрация президентадан телефон соғып, мынаны шақырыңдар, мыналармен жасаңдар, ондай болған жоқ. Ол негізі қазір бәрі жасап жатыр ғой сондай нәрсені. Сіздер соны қанша уақыт бұрын жасадыңыздар негізі, 5 жыл бұрын. Өйткені қазір мысалға даже сенат спикері өзінің талқылауын жасап жатыр ғой, Мәулен Әшімбаев, Тимур Сүлейменовті шақырып, Чукинді шақырып деген сияқты. Ол сол кезде басталған еді ғой. Алматылықтар енді еркіндігі көп қой. И біз бірнеше министрмен кездескенде олар түсінген жоқ, біз неге сондай сұрақ қоямыз оларға. Бізде неге оларға уважение жоқ. Неге бізбен екі қолмен амандаспайды деп. Бізде ондай жоқ енді. Біз өзіміз Алматыда ондай нәрсе жоқ қой енді. Біз өз бетіміз жүре береміз ғой. Біз ол министрға тиіспейміз, олар кім екенін білмейміз де. Өміріміз жақсы, ақша жақсы тауып жатырмыз. Біз саясатпен былай араласпаймыз. И сондықтан бізде көбірек сұрақтарды қойғаннан кейін бірде жарнама ала алған жоқпыз. И біз компаниямен кездесеміз, айтамыз, бізде Digistан деген бағдарлама бар. Олар айтады, ол саясат. Біз сізге ақша бере алмаймыз. И бірақ адам бізге айтты, ақша керек болса келіңдер. Бірақ біз бейбіт екеуміз отырып, одан қорықтық. Ол ақшаны алуға, ол саясат ақша. Біз айттық жоқ, өзіміздің ақшамызға жеткенше жұмыс жасаймыз. Біткеннен кейін жаба саламыз. Бірнеше бағдарламадан кейін жаба салдық. Саяси ықпалдыдан болды ғой да? Енді міне қазір ойлағанда дұрыс алмадық ол ақшаны. Онда түсінікті. Енді қараңыз, осыдан мына нәрсе туады. Бағанағы Digistanнан сіздер кезінде бір
6-7 жыл бұрын Рашев, сіз, Алибеков, Қайрат Құдайберген, Қайрат Құдайберген бір 4 мушкетера ма? Сондай бір команда болдыңыздар. Қазір Рашев шетелде, Алибеков саясатта, енді косвенно саясатта ғой, бәрібір болмаса да, болса да, партияның тең төрағасы деген ол бәрібір саясатта деген сөз. Бірақ өзі айтады, мен депутат бәрібір болмаймын деген сияқты айтады. Сіз кәсіптесіз, блоктасыз және найымдасыз әлі де, саяхаттамын. Саяхаттасыз, саяхатта. Қайрат Құдайберген жағдайы түсінікті. Менде мынандай сұрақ. Қайрат Құдайберген, сіз бәлкім менің памятім может дұрыс емес шығар, бірақ Қайрат Құдайберген сол қаңтар кезінде сіз хабарласты дедіңіз, өзіңіз айттыңыз, хабарласқан кезде шақырды, давайте келіңдер деді. Или қалай болды сол? Ол кешкі сағат 10-да болды. Біз Таиландқа ұшаймыз дедік қой сол күні. Демалысқа, Демалысқа, 25 рет болдыңыз ба? 25 рет болдым. И аэропортты захватить етіп кетті. Қалай захватить? Басып алды дейді. Жауып тастады, басып алды әуежайды. Біз үйге қайттық. И сол кезде үйге келгенде сағат 10-да Қайрат маған телефон соқты. Айтты, Тоқаевты қолдайықшы. Тоқаевқа қазір біздің қолдауымыз керек. Сағат 12-де интернет береді сендерге. Сол шығып айтындаршы. Солай болсын деп. Болды. Айтқан сөзі сол. Сосын оны қамап тастағаннан кейін мені прокуратураға шақырды. Экран компьютерді көтеріп жатыр. Міне сағат 10-да сізге Қайрат телефон соқты. Не туралы сөйлестіңдер? Мен айттым, енді бұлай айтты. Мен енді басқа айтқан нәрсесі жоқ. Болды, айтқан нәрсесі сол. Мені бір рет қана шақырды. Бейбіт Әлібековті 5 ай шақырып отырды, компьютерларын, телефондарын бәрін алып алды. Мен Қайрат Құдайбергенді бұрыннан оқимыз ғой. Кезінде оның кәсіпкерлерге арналған гранттар болатын еді ғой. Соған біз грант ретінде, мен Лимон туризм компаниясы бар ғой, соны тапсырып көрген болатынбыз. Бірақ енді грант бермей қойған, ол кезде басқа компаниялар алды. Қазір болып жатқан нәрсе Қайратпен ол дұрыс емес деп ойлаймын. Енді бәрі қаңтарға айналысқан адамдар шықты. Тек қана 2 адам отыр. Қайрат Құдайберген мен Арман. Болды. Енді олармен бірдеме шешу керек, шығару керек. Онда мен Ақордаға отырған адамдарға ол құпия емес, кім қаңтардың артында тұрған адамдар. Олар оны білет. И олар да білет деп ойлаймын, ол Қайрат емес екен. Сондықтан мен бірнеше рет айттым, енді маған айтады ғой, сендер неге Қайрат туралы ештеме айтпайсыңдар. Мен соны айтқым келіп отырады. Дос едіңіздер ғой деген. Дос едіңіздер ғой. Ең басынан біз оншама жақын болған жоқпыз ешқашан. Ол Қайраттың қасында өте көп адамдар болды. Өте көп. Ол енді мен емес, бейбіт емес. Біз кездескенде амандасып бір-бірімізді қолдап жүрген адамдармыз. Бірақ ол интернетқа ғана. Былай ода өзінің достары бар, сіздердің өзіңіз достарыңыз. Өздері айналасының бір нелері бар, кісілері болған. Бірақ ең бірінші интервью берген мен, Қайрат туралы айтқаным мен, бірнеше рет шыққан. Осы мамасы бар ғой Қайрат. Ол ешқашан маған бірде қарсы сөз айтқан жоқ, сен неге Қайратқа бірде сөз айтқан жоқсыз. Қайратпен хат ана жақтан келеді ғой хабар. Олда бірде сөз жоқ маған айтқан. Сондықтан біз енді ол білет менің пікірімді. Жақсы, бұл ойыңызды тыңдадық. Енді бір қорытындылап келіп, бір жақсы приятный нотаға өтсек, 65 мемлекетте болдыңыз. 66 болды ма? Камбоджа 66 болды. Ана нені ауыстырмапсыз әлі, профиліңіз? Бүгін ауыстырамын. Профиліңіз сұрай салайыншы, кеше жайдырманда әзіл болды ғой, Меккеге қашан барасыз? 66-тың ішінде шынымен бар ма жоқ па ол? Саудовская Аравия жоқ. Мен әкемді жібердім Меккаға, хаджға, умраға. Бірақ өзім әлі дайын емеспін. Мен агностикпін ғой, мен мұсылман емеспін. Мен
Агностик қалай дұрыс айтады орыс тілі? Агностик деген, енді мен бір дінтанушы емеспін, бірақ түсінгенімде жаратушы бар екеніне сенеді, бірақ дінге религияға сенбейді. иә, религияға сенбейді. Сол. Сондықтан енді о жаққа барсаң сен айту Қазір ондайлар керексің. көп. Иә, сен айту керексің. Мен мұсылманмын. Сондықтан мені Меккаға кіргізіңдер деп. Онда енді мен кісіні алдап бармаймын ғой енді. Ақырын бірақ арманым бар. Саудовская Аравияға барып, Мекка, тек қана Меккаға емес, Мединаға да өте әдемі көп жерлер о жақта бар. Сол жаққа барғым келіп жүр енді. Жалғастыра бер, кешірім сұраймын. 66 мемлекетте болдыңыз. Енді мына нәрсе, 66 мемлекетте болдыңыз. 66 мемлекетте болғаннан кейін басқа бір салыстырасыз ғой енді. Алматыны салыстырасыз, Астананы салыстырасыз, иә. Бір қалып қалғыңыз келген мемлекет болған жоқ па? Болды, мен жерде қаламын. Жоқ. Мен туған жерім ең әдемі, ең мен түсінетін адамдар осы Қазақстанда. Ешқайда барғым келмейді. Мені сіз шетелде тұрып жатқанын көрсеңіз, ол мені біреу шығарып тастады. Иә. Өзім пікірім үшін, өзім ешкімге азаматтық ұстаным үшін ешкім жатпаймын ешкімнің несіне, сондықтан ғана болу керек. Мен бір жұма шетелде болғандан кейін үйге шықсам, мен бәрім көтеріледі. Иә, мен өте жақсы көремін шетелге шығуға, и өте қайтып келуге жақсы көремін. Мен Қазақстанды өте жақсы көремін. Сондықтан мұнда тұрғым келіп жүр. Осында осы Сингапур секілді басқа мемлекеттікті бізде осындай болса деп армандаған адамдарды жасағанды, соны Қазақстанда сондай уақыт келеді деп сенемін мен. Иә, мен енді Американы 4 рет аралап шықтым ғой былай. Иә. Енді о жақта адамдар бізден мәссаған жақсы тұрып жатқан көрген жоқпын мен. Енді ақша тапсан бәр жерде керексің, ақша таппасаң ешқай жерде керек емессің сен. Бұны сұрап отқаны қазір бізде шетелге кетуге деген анда сұраныстар өте жақсы да. Иә. Мысалы менің ортамдағы жігіттердің қазір екеуі шетелде тұрып жатыр. Жақында уже бір екеуі кетті. Бәрі кәдімгідей сыртқа кетуге ұмтылып отыр. Бізге сол қызығы сол да 60-тан астам елге барып келгеннен кейін ол адамды бұл жақта не ұстап отыр. Табиғаттан әңгіме жоқ, табиғат көп. Адамдар ма, орта ма, или елді соншалықты жақсы сүю ма? Адамдар, достарым, жерім, туған жерім, Семей облысы барған жерім. Сондықтан оның бәрін көргім келіп тұр. Ол жақсы. Жыл сайын. Я енді саяхаттайтын адам біледі, әлем үлкен емес. Я, сондықтан ол менің достарым көшіп кеткен. Мен оларға айтамын, жарайды, ертең қайтадан оралып келесіңдер. Шетел үлкен емес, келе саласың. Ол самолеттер жүрмегенде, шекара жабық болған уақытта, енді ана жақ өте алыс, келе алмайсың. Енді бізде бір жолдас бар, Асқат Сұлтанов деген, білесіз шығар, Happy Cake. Ол қазір Техаста ашылған бір кішкентай дүкені бар, соны ашып, енді ол бір жылда 10 рет келіп тұрады ғой. Сондықтан ол енді одан қазақи адам болмағандықтан емес қой, ол қазақи, ол патриот деп ойлаймын, бірақ ол Техаста тұрып жүр. Ондай адамдар көп. Сондықтан енді қайда бармасам да 10 күннен кейін сағына бастаймын ғой Қазақстанды. Енді 2025 жылы қай елдерге бару жоспарыңызда бар? Енді сұхбат ең үлкен жоба ол Австралия болады деп ойлаймын. Бұрын болмадыңыз ғой? Болған жоқпын. Новая Зеландияға мен кіргізген жоқ. Осы жылда барайын деген. Сол Австралияға қазір бір үлкен саяхат дайындап жатырмыз жолдастармен. Уақыт болса, енді барып келеміз деп ойлаймын. Сол жақты көргім келеді. Жақсы, рахмет. Онда көп рахмет сізге. Сізге рахмет шақырған үшін. Қазақшаңыз өте әдемі, ешқандай проблема. Рахмет. Мүлдем проблема көрген жоқ. Мен бар ғой, қай жерде? Менде көп болды, енді мен
ойладым анда асықпай жаймен сұрақтарды беру керек шығар деп солай дайын болдым да негізі. Мен спокойно өзім қалай өмірде қазақи ортада сөйлесем солай сөйлесіп отырдым, және сіз сол сөйлескенге ілесіп отырдыңыз. Жылдам сөйлегеніңнен қорықтым. Жоқ, мен түсініп отырмын ғой. Жылдам сөйлеу. Ілесіп отыр ғой енді, ол әңгімеге прям спокойно ілесіп отырғаннан кейін мен солай сөйлей бердім да. Сондықтан көп рахмет сізге. Сізге тек қана сәттілік, саяхаттарыңыз көп болсын. 198 ба бізде ел? Оның бойынша 202 ол непризнанный. Соның барлығында галочка болу бұйырсын. Тек қана сәттілік, көп рахмет, алғысым шексіз сізге. Құрметті достар, бүгін бізде қонақта коммуникация маманы, саяхатшы Алишер Елікбаев болды. Біздің бүгінгі шығарылым жайлы ойларыңызды, пікірлеріңізді астына комментарийға жазыңыздар, біздің арнаға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақытта да айтары бар, берері мол, жақсы ұсыныстар айтатын, жақсы ақыл айтатын спикерлерді осы ортаға шақыруға тырысамыз. Сау болыңыздар. Сау болыңыз, рахмет.